негізі балаларым стильный киінуге болады, просто стильный киініп жүрген баланы көрсе, ай ол андай бала ғой деп айтады. Ұлыма алғанда ешкіммен жұмысы болмау керек, именно киінуде. Өзі дизайнер болу үшін баста художник болу керек. Тігуші менен дизайнердің парқы жүдә үлкен. Жастар уже айырып басылады, дизайнер кім, тігуші кім. Бір нақысты қоймастан, оның тарихын біліп, ол хаял қызларға туры келе ма, еркек баларға туры келе ма, ол қандай затқа туры келеді, соның тарихын біліп, одан кейін сол нақысты қолданамын. Қыз келіншектер қызыл реңде ұзатылып жатырды. Негізінде тарихқа қарайтұғын болсақ, көк көйлек, яғни ұзатылатұғын киімін тігетұғын болған. Модель деген өзін көрсету емес. Соған берілген товарды көрсетіп бере алу керек халыққа. Біздерде андай рамка бар ғой. Именно Қарақалпақстанда бар да ондай рамка. Хамзе біздерде стереотип бар. Ол жаңағы розовый цвет болса қыз кию керек, көк цвет болса бала кию керек деп критика келген. Неге қызыл цветті сен еркек балаға кидіріп қойыпсаң? Хамзе цветтің менің ойымша гендері болмайды. Қазір біздер бетсе нөкісте қызларға қарайтұғын болсақ, егер дизайнер болып қызларға қарайтын болсам, қызлар жүдә жақсы киінеді, көз тимесін. А егер ондай зат болмаса, тишина болса, мен күйеуіме ешкім ұнамаса, мен кетіп қаламын да. Мен алып қаламын. Бұны черновик қып шығарсаңыз болады екен. Соның үшін мына видеода бір негативный зат көріп қалсаңыз жазбаң. Мен оқып жылап жіберуім мүмкін, күйеуіме қатты алып, көп уақытқа ешкім өзіме келе алмай қалуым мүмкін. Енді мен ондай негатив жазылатындай айтпадым деп ойлаймын.